Готовимся к другому измерению, совершенно новому измерению. Земля дошла до той точки, где они уже не могут ничего сделать, чтобы помочь ей. Мы разрушаем здесь так много. Нужно перейти на новую частоту. Они сказали, что вся Вселенная наблюдает величайшее шоу на Земле, которого еще не было в истории. Вся планета одновременно совершит сдвиг. Меняются частоты, меняемся мы. Вы уже можете почувствовать это в своих телах. Мы готовимся к другому измерению, совершенно новому измерению. Земля дошла до той точки, где они уже не могут ничего сделать, чтобы помочь ей. Мы разрушаем здесь так много. Нужно перейти на новую частоту. Кеш жарық, амансыздар ма? Долорес Кеннонның видеосын жаңа тауып алып едім. Дауысы естіліп тұр дейді. Долорес Кеннон бұны 20 жыл бұрын айтып кеткен. Керемет жер планетасында шоу күтіп тұр деп. Сол шоу басталатын уақытқа жеттік. Так, комментарийді өшірейін. Долорес Кеннон айтқан жаңағы ғаламдық, планеталық жылжу болады. Жер планетасында үлкен өзгеріс күтіп тұр деп баяғыда айтып кеткен еді. Сол уақытқа қазір біз жетіп жатырмыз. Жердің герці күн санап өсуде. Бүгінгі күні 740-ті көрсетіп тұр. Жердің герці ол 24-ші қыркүйекке дейін. 24 деген санды тәлімгерлер көрсетті. Ол 24-ші қыркүйек және де 2024 жылы өмір мүлдем басқаша болады дейді. Қазірдің өзінде байқап жатсыздар, иә? Әлем бұрынғыдай емес, құндылықтар ауысқан. Адамдармен сөйлескен кезде байқағаным, 3 адамның біреуі міндетті түрде жұмыстан шықтым деп айтады. Неше жыл істеген жұмысымнан шықтым дейді. Одан кейін енді шынымен болып жатыр ғой, енді ажырасу көп. Өте ажырасу көп. Адамдардың бойында үлкен өзгерістер болып жатыр. Бұл наурызбен салыстырғанда. Қазір екінші этап басталды деп тұр. Жаңағы қыркүйектің 24-нен кейін жердің жаңа Долорес айтып жатқан вибрациясы, герці, дірілі былайша айтқанда тіптен күшейеді. Бұл әрине біздің денсаулығымызға әсер етпей қоймайды. Келесі ақпарат жаңағы өзгермеймін. Ғаламның жаңа өзгерісіне мен қарсымын деген адамдардың, енді біздің антитела болады ғой, жаңағы түрлі вирустарға қарсы тұратын тәнімізде. Енді ол антитела жұмыс істемейді дейді. Яғни кәдімгі жер адамдарды былайша айтқанда саралайды. Әркім өзінің вибрациясына сай өлшемге баратын болады дейді. Естеріңізде ме? Бұған дейін айтып едік қой. Осы қалыпта жер планетасы жаңағы басқа өлшемге өтеді және әр адам өзінің жаңағы деңгейіне сай өлшемде өмір сүретін болады. Біреу жоғары, біреу төмен деген сияқты. Айтылған нәрселер осы. Мен сіздерге осыны жеткізіп отырмын. Енді бұл жерде айта кететін, өткендегі эфирде Крайонның бір кітабын толықтай талдап бердім сіздерге. Ол үлкен роман. Оқымаған адамдар түсіндік деп жатыр, немесе оқыған адамдар басқа қырынан түсіндік деп жатыр. Не үшін талдадық? Сіздерге оңай болу үшін.
наурыздан бері түсініп, ізденіп, рухани кәдімгідей өсіп кеткен адамдар бар. Енді соларға кеше тәлімгерлер енді ашылып жатқан адамдар бар. Енді оянып жатқан адамдар бар. Жалпы өзінің кім екенін ізденіп, ауырып, былайша айтқанда қысылып, жүрегі шаншып, дәрігерге барады, ешқандай емі жоқ. Осындай адамдар көп болып жатыр. Көмектесіңдер, көмек беріңдер жан-жақтан деуде. Крайонды мен сіздерге не үшін талдадым? Жаңадан түсініп келе жатқан адамдарға оңай болсын деп. Бұл сол эфирдің жалғасы. Естеріңізде ма? Крайонда жаңа періштелер айтады ғой, енді жаңа дәуірдің жаңа адамдары жер планетасына келе бастайды, және олардың барлығы бас кейіпкер Майкл сияқты болады деп. Бұл эфирді сол крайонның жалғасы ретінде жасап отырмын. Өйткені сол жаңа дәуірге біз жеттік. Ол сонау 89 жылы жазылған роман болса да, Долорес айтқан жаңағы жер планетасындағы шоу қазір болып жатыр. Және жаңа дәуірдің жаңа адамдары келіп қойды. Ол сіздер және шеттеріңізден қасиеттеріңізді ашып жатыр. Қасиет деген кезде сіздер шатастырмаңыздар. Міндетті түрде жаңағы емші болу, міндетті түрде бір нәрсе жазу деген сияқты емес. Яғни өзіңіздің кім екеніңізді түсіндіруге тырысып жатыр. Қазір мен сіздерге бар түсінгенімше айтып өтейін, сызып көрсетіп. Енді 100% түсіндім деп айта алмаймын. Өйткені ғалам шексіз, оған прям санаң жетпейді. Оқыған нәрсем бар, және сонымен қатар параллель практикада жүріп жатыр қасымдағы адамдарда. Екеуін отырып салыстырам. Мен сіздерге көргенімді, басымнан өткенімді ешқашан жасырған емеспін. Қалай бар, қалай болды, солай үнемі жеткізіп жүрмін. Енді қараңыздар, қазір камераны өшірейін. Параллель өлшемдер дегеніміз не? Бүгінгі тақырып, иә? Параллель әлем. Мынау, иә, бізде абсолют Құдай. Яғни бізді жаратушы, иә, мына. Жаратушы дейді. Төртке жарылып, мінекей. Төртке жарылыпты дейді. Ал өзінен бөлінген бөлшектері мінекей 12-ші өлшем деп алайық, иә, 12-ші өлшем. Бұлар миллиардқа бөлініпті дейді. Миллиард. Сөйтетте, мінекей, 11-ші өлшемге өтеді. 11-ші өлшемге мына миллиардтар миллиондарға бөлінеді. Бөлінеді. Сөйтіп, мінекей, 10-ші өлшемге өтеді, 9-ші өлшемге өтеді, 8-ші өлшемге өтеді. Міне, 7-ші өлшемге өтеді. Міне, өстіп. 7-ші өлшемде бұл жерде енді барлығын жаратушыдан бөлініп келе жатқан біз. Ол сен ол деп айтатыны сол. Біз бәріміз біріміз. Бірақ төмен қарай битіп бөлініп келе жатырық, иә, міне. 6-ші өлшем, 5-ші өлшем, 4-ші өлшем, 3-ші өлшем, 2-ші өлшем, 1-ші өлшем. Мұның бәрі мінекей өлшемдер. Жер планетасы мінекей бұған дейін 3-ші өлшемде тұрды. Міне, жер планетасы. Енді басқасын айтпай қояйын, мысалы, Венера 6-да болды, артып қалды ғой деймін.
Эфир істеп тұр ма? Минерал, топырақ, өсімдік. Істеп тұр. Жан-жануар, адам. Міне, мынау бізде бәрімізді жаратқан бір жаратушы. Бөлініп біз төмен түсіп, мәселен, міне, төмен қарай түстік, е? Енді біз айтып жүрген жұмақ бар ғой, жұмақ. Енді жұмақ деп, бұған дейін жұмақ тоза жоқ деп айтып едіңіз ғой деген сияқты айтуларыңыз мүмкін. Енді сіздерге түсінікті тілмен айтып отырмын. Мына жақта біз бәріміз бірдейміз. Жарық нұрымыз, жаратушының бөлшегіміз бүйтіп келе жатыр. Мысалы, міне, періште болып біз отырмыз, нәзік әлемде отырмыз, міне, менталды әлемде, 7-ші өлшемге түстік. Сөйтеміз де, не істейміз? 7-ші өлшемде отыра берсеңіздер, дейді, іштерің пысып кететін еді, дейді. Рух үнемі жаңағы бір нәрсені көргісі келеді, өскісі келеді. Сөйтіп, дейді, 7-ші өлшемнен ол жаңағы 6-ші өлшемді көруім керек деген сияқты біз 6-ші өлшемге бардық кезінде. Ол мысалы Юпитер болуы мүмкін, кезінде Венера болуы мүмкін. Сол планеталарда болдық, Сөйтіп ол опытты өткеннен кейін біз уже одан да қиын сабақ өткіміз келеді. Себебі мына шексіздік белгісі деген осы ғой, мына. Жаңа туған бала сияқты біз төмен қарай түстікте, енді біз неғұрлым төмен қарай планеталарда болып, сабағымызды өтіп, шыңдалған сайын, мына шексіздікпен біз жоғары қарай өтеміз, 12-ші өлшемге. Қазір көп адам біз үйімізге қайтуға дайындалып жүрміз. Біз 7-ші өлшемге асығып жатырмыз. Ол біздің үйіміз деген сияқты айтылып жүр. На самом деле олай емес. 7-ші өлшемнен кейін шексіз ары қарай кететін жол бар. Біздің рухтың мақсаты вообще мына 12-ші өлшемге жету. Жарайды. Ол одан кейін өтетін нәрсеміз. Ең бастысы, Долорес бағана не айтып жатыр? Планеталар, жердегі жаңағы галактикалық өзгеріс, планеталар орын ауыстырып жатыр, орыннан жылжып жатыр деген не деген сөз? Бұған дейін жер планетасы ең герці төмен қатты планета болды. Бар жоғы жердің вибрациясы 7 герц болды. Ең қиын планета болып есептелді. Неге? Себебі жер деп айтып тұр ғой, өзі төмен. Ол жерде жаңағы біріншіден біздің памятіміз өшеді. Мына жақта жаратушының бөлшегі екеніміз, мына өлшемдерде болғанымыз, бәріміз бір екеніміз, барлығы біздің санамыздан өшіп қалады. Жер бұған дейін 3-ші сатыда болды. 3-ші саты дегеніміз не? Ол 1-ші өлшемде олар өткенде айттық, минералдар, топырақ, 2-шіде өсімдік, 3-шіде жан-жануар, хайуан және адам. Осыған дейін жер 3-ші өлшемде болып келді. Енді осы уақыт бітті деп жатыр жаңағы. Планеталық өзгеріс, галактикалық өзгеріс, квантовый скачок деп қазір айтып жатыр ғой. Бүкіл әлем айтып жатыр оны. Кванттық скачок дегеніміз не? Бұған дейін біз шектеулі 3 өлшемді вибрациясы төмен жерде болдық. Яғни туғаннан кейін әйтеуір хайуан сияқты выживание, ақша табу керек, аш қалмасам болды. Жаңағы міндетті түрде мектепті бітіру керек, міндетті түрде универ бітіру, жұмыс істеу керек, үйлену керек, болды. Дальше уже неважно деген сияқты өмір сүрдік. Шектеулі, өте шектеулі, матрицада өмір сүрдік. Бәрінде шектеу бар.
өзіміздің кім екенімізді білмедік. Жоғарғы әлеммен вообще мына жақ жабық болды. Міне үш өлшемді деп жатқан сол. Бұл үш өлшемді вибрациясы төмен сабақ алу планетасына мына қатып қалған жоқ па? Бір аудио жіберіңіздер. Қазір істеп тұр ғой, мына вибрация қатты болып жатыр ғой деймін, қайта қатып қалды. Қызғай. В общем, мынаны түсініп алыңыздар, хорошо, мынаны түсініп алыңыздар. Өйткені бұл әр қайсыңыздың өзіңіз, бұл сіздің өмір жолыңыз, мынау Құдайдан жаратылғалы келе жатқан мынау жолыңыз. Мына үшінші өлшем бұған дейінгі бізді шектеген, әйтеуір выживаниемен өмір сүрген жер, енді скачок жасайды. Бізге айтып тұр енді. Болды, молодцы, сабақтарыңнан өттіңдер, қиындықты көрдіңдер. Енді уақыттарың бітті. Енді мына өлшемге жоғары қарай жер жылжиды деп тұр. Уже мынау үш өлшемді шектеулі планета болмайды жер деп тұр. Бұл бізде қашан басталды? Бұл 2012 жылы басталды. Білесіздер ма? 2012-нің 22 декабрінде басталды. Ақыр заман болады, ойбай деп бәріміз сабын алып, свеча алып, жердің астына түсіп кеткен кезде бір свеча жағып, кір жуатын адам сияқты отырдық қой. Түсінген жоқпыз бірақ бұл жерде. Бұл кезде не болды? Мына жерге уже жан-жақтан, бүкіл галактикадан, жоғарғы нәзік әлемнен өте жоғары энергиялар уже түсе бастады. Жер, былайша айтқанда, уже дір-дір етіп, жоғары ақырындап вибрациясын жайлап көтере бастады. Бұрын мына жер 7 герц болса, енді ойлаңыз, қазір 2023 жыл жердің герці 740-қа көтерілді. 740-қа. 24-нен кейін бұл одан да жоғары көтеріледі деп тұр. Сіз үнемі ашуда, негативті состояниеде жүретін болсаңыз, бұрын жер көтере беретін. Сіз өлмейтінсіз, денсаулығыңыз көтере беретін. Өйткені жердің өзі 7 герц қой, тартылыс заңы ғой. Мысалы, Ньютонның заңы бүйттен көрінген, жер тартып тұр, любой нәрсені тартады. Сіздің жаңағы төменгі негативті состояниеде жүргеніңізді жер көтеретін. Мысалы, интернетте қарасаңыз өз көрсеткен ғой, ашуланған кезде сіздің бойыңызда 3 герц, жынданған кезде жылаған кезде 8 герц деген сияқты бұрын жер көтеретін. Қазір енді жеріңіз 740 герц болса, сіз деген үнемі негативті состояниеде жүретін болсаңыз, сіздің бойыңыз 18-20 герц болатын болса, просто мына энергияны сіздің денсаулығыңыз көтермейді. Ауырып қаласыз. Жаңағы жүректен, өкпеден, жеті қуат көзінен уже энергия дұрыс жүрмей қалады, көрдіңіз ба? Дұрыс жүрмей қалады и жаңағы жерде чистка болады, әркім өзіне сай өлшемге өтеді деп жатқаны сондықтан. Енді бізде квантовый скачок деген не? Мына үшінші өлшемнен, үшінші сатыдан жердегі адамдар тұтастай, міне 4 арқылы уже 5-ке өтіп баратыр да? Міне 5-ке өтіп бара жатыр. Енді бұрын қалай болды? Параллель әлемдер деген бар. Параллель әлем дегеніміз бұрын, мысалы, сіздің қазір атыңыз Айгүл болса. Айгүл болса. Сіз бұрын, осы алдыңғы өміріңізде, мысалы, Қайрат болсаңыз, Қайрат бір адамды қатты ренжітіп қойды. В общем, мысалы, допустим, Арман.
Қайрат арманды ренжітіп қойды, немесе Қайрат мемлекеттің қазынаның ақшасын жеп қоятын жемқор болды. Бұл өмірінде өтемейді Қайрат. Ол асықпай, денесін тастап кеткеннен кейін, жерге айгүл болып келгеннен кейін өтейтін болған. Карма заңдылығы ғой. Ал қазір ондай емес. Қазір не бүлдірдіңіз? Бірден сізге қайтады бумеранг. Ал параллель өлшемдер деп отырған бумеранг. Ал параллель өлшемдер деп отырғанымыз ол мынандай, қараңыз. Параллель өлшемдер деп отырғаным былай. Мысалы, 7-ші өлшемнен түстіңіз ғой сіз. Допустим, қисық болып қалды. Мынау сіздің 7-ші өлшемдегі рухыңыз дейік. Жаңағы жерге сіз түстіңіз. 1-ші өлшемнен бастап. Мына құмыраның бір бөлшегі мына. Мысалы, Қайрат болып келді. Бір бөлшегі Сергей болып келді. Бір бөлшегі жаңағы американец болды кезінде. Бір бөлшегі индеец болды. Бір бөлшегі тағы да бір батыр болды. Мысалы, тағы да біреу. 18-ші ғасыр, 15-ші ғасыр деп. Мына құмыра, мына рухыңыздың, мынау каждыйының бөлшектері. Әр уақ. Бұл сіздің опыттарыңыз, бұрынғы өмірлеріңіз. Мына. Жерде өмір сүргеннен кейін бұл бұрынғы сіздің өміріңіз денесін тастап кетті ғой, мысалы. Мына жерде денесін тастап кетті. Қатты денесін тастатты. Қайда өтті? Астралдың жоғарғы қабатына өтеді. Жердегі физикалық денесін тастады. Қазір физикалық дене менде де бар, сізде де бар, бәрімізде бар. Бұл денемізді тастайтын бір күн болады. Мына денені тастаған кезде екеуінің ортасында физикалық дене, мына эфирлік дене деген. Эфирлік дене физикалық денеден неше күнде тарайды? 7 күнде тарайды. 7 күн бойы сіз жердегі әлемде, астрал әлемде жүре бересіз. 7 күннен кейін сіз астрал әлемге толық өтесіз. Толық өткен кезде, жерде сіз қанша жасыңызда денеңізді тастадыңыз? Кәртейіп, орта жас, жастай болсын. Бірден мына астрал өлшемге 40-шы күні өтесіз. 40-ын сол үшін береді. Бұған дейін айттым. Әр адам жердегі өміріне сай, бағына сай өлшемге өтеді. Мысалы, өткенде мен оқиға келтіріп жаттым, мысалы, аяулым туралы. Аяулым маған жерде келді. Атырауда оқуға келген кезде бірден көзіме түсті. Өйткені ана қыздың бойында бір басқаша бір күш тұрды, бір рухы мықты болып, мысы басып тұр. Және бір күш бір түрлі ішінен шықпай тұрған сияқты болып көрінді. Кейін мен терапияға алсам, оның бойында, мысалы, қазір бұл жерде аяулым, допустим. Аяулым. Терапияға алған кезде мына бөлшегінің біреуі келді маған. Ол Әділхан екен. Өткенде айттым, Әділхан деген 1700-1800 жылдардың алдында өмір сүрген батыр болған. Халқын ойлаған, қазақтың батыры болған, тарихта қалмаған. Сол Әділханның жаны тынышталмай тұр. Мысалы, біз айтамыз ғой, жаны жай тапсын, жатқан жері жайлы болсын деп адам денесін тастаған кезде. Ал Әділханның жаны жай таппай тұр. Енді аяулым айтады, менің бойымда бір күш бар дейді. Ана күш мені басқарып кеткен кезде үйдегі орындықтарды қалай сындырып жібергенімді білмеймін дейді.
ол анау жын анау мынау емес. Сөйтіп мына Әділхан келді, бүкіл өмірбаянын айтты. Сөйтсе бұл мына астрал әлемде жаны жай таппай тұрып қалған екен. Тұрып қалған. И бізде не болды? Бағана айттық қой, жер жоғары қарай көтерілген кезде, жер планетасы вибрациясы көтеріліп, мына әруақтар әлемінің, астралдың жоғарғы қабаты мен жердің төменгі қабатының вибрациясы теңелді. Бұрынғы сіздің өмірлеріңізбен қазір біз міне қатар бірге тұрмыз да, бірге жүрміз. Өлгендер қайта тіріледі деп, ақыр заманда деп айтушы еді ғой дінде. Міне осы негізі Құрандағы діндегі нәрсені біз де айтып жүрміз. Оны имамдар да айтып жүр. Просто әрқайсымыз әр жолдан келіп жатырық та. Астындағы формуласын түсіну керек. Біз мына практикада жұмыс істегеннен кейін, оған дейін Құранды біз де түсінбейтінбіз. Қазір уже практикада алдымызда келіп тұрғаннан кейін түсінеміз. Сөйтіп аяулымға мен 3 күн бойы терапия жасаймын. 3-4 сағаттан Әділхан келіп сөйлейді. Қазақтардың бағанағы басын қостым, қолбасшы болдым. Қасымда Рүстем деген жігіт болды. Жаңағы Рүстем тоже батыр болған, мен оған сендім. В общем, ұзын сөздің қысқасы, Рүстем қазақтарды сатып, орыстарға сатып отқан, әскери тактикаларының барлығын айтып жайып отырған. Сөйтіп Әділхан сол ақыры Рүстемді өлтіреді, атқа сүйреп, сол кездегі дала заңы бойынша. Кейін Рүстем Әділханды өлтіріп кетеді ғой, ту сыртынан өлтіріп кетеді, басын кесіп. Сол кезде адам деген мынандай ғой, егер сенің денеңнен аяқ асты мысалы бір авария болса, немесе жаңағыдай қастандық жасалса, сіз ойламаған жерден, немесе суицид болатын болса, адам білмей қалады. Астрал әлемге өтіп кеткен, денесін тастаған білмей қалады. И мына екі ортада тұрып қалады да, жаны жай таппау деген сол. Әділхан, оказывается, жаны жай таппай жүр екен. Өйткені терапия кезінде ол бүйтіп келе жатады да, жаңа алдынан есік шығады, есік төмен қарай кетеді. И осыған дейін 1800 бірдеңесінші жылы өлген, содан бері осы астрал әлемде бірге жүрді, бірақ ол есіктен төмен қарай түсіп кетіп жатыр. Мына жақта параллель жер планетасында бәленбай жыл өтіп кеткен. 1800 жылдан бері қанша жыл өтті? Мына әлемде не уақыт жоқ қой, жерде уақыт бар. И параллель әлем дегеніміз осыны біліп алыңыздар. Және жаңағы Әділхан аяулымға тікелей әсер етіп тұр. Өйткені измерение, бір өлшемде жүрміз қазір. Бір өлшемде жүрміз. Енді қазір түсіндіріп айтайын. Тақырып өте күрделі, миыңыз айналып кетуі мүмкін. Бірақ енді мынандай ғой, жаңағы стористе біліп отырсыздар ғой, мен ешқашан жаңағы ойдан құрастырмаймын. Не болды, соны жазам. Атырауға мен жаңағы оқуға бардым, оқытуға барған кезде алдында болған ғажайыпты жаздым, қалай болғанын. Бұл екінші нәрсе. Оқуға келген қыздардың ішінде бір қыз көзіме түседі, жаңағы айттым ғой, есімі Аяулы. Бірақ ана қыздың көзқарасында мынандай болды да, біртүрлі бір ер адам қарап отқан сияқты. Одан кейін ана күші өз-өзіне бүйтіп симай жүреді, бүйтіп жыным келіп жүр деген сияқты. Бұл жерде что-то не то екен білдім. Жаңағы терапия алған кезде бірден жаңағы бұрынғы өмірі, яғни Әділхан келді. Келіп бүкіл историясын айтты. Және историясын айтқан кезде 3 сағат, 4 сағаттан сөйлейді ғой.